Армысыз қазақ елі. Бүгін біздің Талдықорған өңірінде қуанышты жағдай. Бұйырса міне мынау Үйтас деген саяжайда біреудің пәтерінде тұрып атқан үлкен апамыз бен атамыз бар. Тәрбиелеп отырған 23 жастағы ерекше балалары бар, мүмкіндігі шектеулі. Міне осы отбасын қазір қуантып, Алла қаласа Қарекет қайырымдылық қорының баспанасын табыстауға барамыз. Соған бәріміз куә болайық. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Жаңағы өтініш видеоларыңыз қайттан керек екен, соны дұрыстап түсіріп беруге бізге тапсырма берді, құжаттарыңызды жібердік. Басымызда баспанамыз болса, мына бала бірдеңке болып кете ме? 25-ке кеп қойды, мені алысып жүріп. 25 жыл қайтып өткенін өзіміз де білмейміз. Енді сол басымызда бір қана болса. Бүгінгі күннен сіздер үшін қуаныш деп ойлаймын. Алла армандарыңызға жеткізген сияқты. Сіздерге міне Қарекет қайырымдылық қорының кезек баспанасы. Рахмет. Сіздердің жағдайларыңызды естіп мен жүрегімді ауырып кетті. Айтпаңыздар. Сіздер баспаналы болсын деп қанша өзімді күтемін. Рахмет балам. Рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын сендерге. Деп ойлағанымыз жоқ, бірақ та. Алла риза болсын. Қарекет қайырымдылық қорына біздің міне облыстық, әсіресе мына бастығы Гүлмира Мұханқызына және де осы мына Амангелденімізге, осы келген мына бауырымызға, барларымызға мыңда бір рахмет айтамыз. Мынау халықтың біз секілді мұң-мұқтажы бар, басында қиыншылығы бар, осындай адамдарға көмектесіп жатқандарыңызға Алла риза болсын. Бүгін бізге баспананың кілтін табыс етіп отырсыздар. Мыңда мың рахмет, рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Бұл жақсылықтарыңыз өміріңізді алдарыңыздан қайсын, Алладан қайсын. Алла риза болсын. Алла қолдаса бәрі де болады. Бір жүрегімізді Алла дейміз. Сол міне ойлағанымыз жоқ. Бүгін кілт әкеп береді деп. Алла риза болсын міне. Бір семьяның кілтін, баспананың кілтін беріп жатқандарыңызға қуанып жатырмыз. Өте қуаныштың жасымыз, көз жасымыз тия алмай қалдық. Барлықтарыңызға рахмет. Көп рахмет. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Ал апа өзіңіз бір 12 жылдан бері қуанышымда шек жоқ. Қуаныштан жылап тұрмыз. Тек қуаныш болсын апа. Қуаныш болсын, рахмет сендерге. Алла жолдарыңды оңғасын. Алла тағала ақ жол сендерге. Енді Алланың мүмкіндігі шексіз ғой. Алла тағала енді мынау өсіріп отырған балаларыңызға бір уақи түсіп, шынымен де шипа түсіп. Әмин айтқан. Алла енді сол балаларыңыз жүгіріп кетіп, сол кезде қуанып жылап тұрыңыздар енді. Келесі қуаныштың көз жасы болсын, балаңыздың шауып кетуіне болсын. Ой, рахмет. Үйлеріңіз